күздің соңы еді. Ауыл сыртындағы ескі жүгері алқабы бұрыннан бері бос жатқан. Бірақ ешкім ол жаққа бармайтын. Барса да ұзақ тұрмайтын, себебі ол жердің тыныштығы тым ауыр еді. Құдды біреу дем алмай қарап тұрғандай. Аян сол ауылға жаңа көшіп келген. Қалада өскен бала үшін бәрі қызық болатын. Әсіресе ауыл сыртындағы ұзын сонар жүгері алқабы. Күн батар шақта ол жер ерекше бір тылсым көрініске енетін. Сарғайған жапырақтар сыбдырлап, жел жоқ болса да қозғалып тұратын. Сол жаққа барма деді бір күні көрші кемпір. Неге деп таңырқады Аян. Кемпір жауап бермеді, тек көзін тайдыртып, кешке қарай ол жақта адам болмайды деді. Аян күлді, қорқынышты ертегі сияқты көрінді оған бәрі. Бірақ сол кеште бәрі өзгерді. Күн батып бара жатқан, аспан сұрланып, ауа суып кеткен. Аян жалғыз өзі жүгері алқабына қарай бет алды. Алғашында бәрі тыныш еді, тек аяқ астындағы құрғақ топырақ сықырлап жатты. Сосын ол оны көрді. Жүгерінің ортасында біреу тұр. Ұзын қара шашы иығынан төмен түсіп, бетін толық жауып тұр. Ақ көйлек киген, қозғалмай тұр, тіпті жел соқса да шашы қозғалмайды. Аянның жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. «Ей!» деді ол ақырын. Жауап жоқ. Ол бір қадам жақындады, сол сәтте әлгі қыздың саусақтары қозғалды. Бір түрлі табиғи емес, саусақтары керіліп, тырнақтары топыраққа тиіп, жай ғана тырнап тұрғандай. Аян артқа шегінді. Сосын қыз өте баяу, басын еңкейтіп Аянға қарай бұрылды. Бірақ беті көрінбеді, шашы әлі де жабулы. «Сен кімсің?» деді Аян дірілдеп. Жауап жоқ. Бірақ дәл сол кезде оның арт жағынан бір сыбдыр естілді. Аян жалп бұрылды. Жүгері арасынан тағы біреу шықты. Бұл жол үстінде әппақ мата жабылған. Басы жоқ сияқты, тек ұзын салбырап тұрған ақ шүперек жерге дейін жетеді. Ол қозғалып келе жатыр, бірақ аяғы жоқ. Жермен сырғып келе жатыр. Аянның тынысы тарылып кетті. Бұл не? Сол кезде екі фигура тоқтады. Тыныштық. Сосын бір уақытта екеуі де басын көтерді. Ақ көйлектегі қыздың шашы жайылып, арасынан қараңғы терең көздері көрінді. Бірақ ол көздер адамдікі емес еді, тым терең, тым бос. Ал ақ маталы нәрсе баяу матасын көтерді. Астында бет жоқ, тек бос қара қуыс. Сол қуыс ішінен сыбыр шықты. «Кел, бізге бірге, бізбен бірге қал» деген. Аян айғайлап қашып жүгірді, бірақ жүгері алқабы өзгеріп кеткен еді. Жол жоқ. Қай жақтан кіргенін таба алмады. Жапырақтар сыбдырлап, құдды біреу оны ұстап алғысы келгендей. Артынан аяқ дыбысы емес, сырғу дыбысы және сыбыр. «Кел, кетпе, біз жалғызбыз». Аян сүрініп құлады, қолымен жерді ұстап тұрып артына қарады. Олар дәл артында тұр. Тым жақын. Ақ көйлектегі қыз еңкейіп сыбырлады. «Сен де біз сияқты боласың». Сосын оның шашы қозғалып, бетін ашты. Аянның жан дауысы шықты, себебі ол бет оның өз беті еді. Бір уақытқа Аян талып қалғандай болды. Тағы да бір көзін ашса, Аян жан ұшыра жүгіріп келе жатқан екен. Тынысы үзіліп, өкпесі өртеніп бара жатқандай. Қай жаққа бұрылса да жүгері арасындағы жол бірдей, қайда шықса да қайтадан сол жерге әкеліп тастайтындай. Артында сол дыбыс, сырғу, сыбыр. «Кел, қашпа, біз сені жібермейміз». Аян артына қарауға қорқады, бірақ бір сәт шыдай алмай бұрылды. Жүрегі тоқтап қала жаздады. Ұзын шашты қыз дәл артында. Бұл жолы ол жай тұрған жоқ, жүгіреді. Бірақ адам сияқты емес, денесі бір түрлі бұралып, аяқтары жерге толық тимей, қолдарымен сүйретіліп, құдды бір аң сияқты жылжып келеді. Шашы бетіне жабысып, арасынан қараңғы қуыстай көздері жылтырайды. Аян айғайлап жіберді. «Жоқ, жоқ» деп. Ол одан сайын жүгірді, бірақ аяқтары әлсіреп барады. Жүгері сабағы бетіне соғылып, қолдарын тіліп жатыр, бірақ ол тоқтамады. Сыбыр енді құлағына емес, дәл миының ішінде. «Сен біздікісің, сен баяғыдан біздікісің». Аян сүрініп құлады, жерге құлап, топыраққа жабысып қалды. Тынысы тарылып, көзіне жас парлап кетті. «Бітті» деді ол сыбырлап. «Мен дайынмын». Ол көзін жұмды. Ол өлімді қабылдады. Іштей соған дайын да болды. Жүгері арасынан бір дыбыс шықты, сықыр-сықыр еткен. Бір нәрсе қозғалып келеді. Аян көзін ашты. Жерден қара, әжім басқан кәрі қолдар шығып, оның қолынан ұстап алды.
Тұр, деді қарлығыңқы дауыс. Аян не болғанын түсінбей қалды. Сол қолдар оны сүйреп жатыр. Жүгер арасына бір кемпір шықты. Сол көрші кемпір, көзі өткір, беті қатал. Қарама артқа, деді ол. Аян әлсіреп, бірақ үміт пайда болды. Әже, рахмет, деді ол жылап. Кемпір оны сүйреп келеді. Еріндері жыбырлап, бірдеңелерді оқып жатыр. Аузыңды жаппа, тыңдама, тек жүгір, деді ол. Бірақ дәл сол сәтте Аянның аяғына біреу жармасты. Суық, тірі емес, терісі мұздай. Аян төмен қарады, жүрегі жарылып кете жаздады. Жүгер арасынан әлгі қыз шығып, оның аяғын ұстап алған. Шашы жерге төгіліп, беті толық ашылған, беті бұзылған, көздері терең қара қуыс. Аузы жыртылған, ішінде қараңғылық. Ол Аянның аяғын тістеп алды. Ай, деп айғайлап жатыр Аян. Қыз тістеп, жұмалап жатыр, саусақтарын, етін жырып, сүйекке жеткендей. Жібермеймін, деп шыңғырды ол. Дауысы адамдық емес, жүздеген дауыстың қосындысы сияқты. Кемпір бір сәтке тоқтады, сосын қаттырақ дауыстап сүрелерді оқи бастады. Дауысы қатты, өткір, бұйрық сияқты. Кет, жеріңе қайт. Қыз шыңғырып жіберді. Құлақ тұндыратын адам төзгісіз дыбыс. Жүгері сабағы дірілдеп кетті. Ол Аянның аяғын тастамай қайтадан тістей берді. Бірақ кемпір оны тартып жатыр. Ұста өзіңді, деді кемпір. Аян жылап, айғайлап, бірақ қолымен кемпірдің қолынан айырылмады. Бір сәт, тағы бір сілкініс, қыздың қолы сырғып кетті. Ол артқа қарай тартылды. Жүгер арасында қайтадан сынып кетті, бірақ соңғы рет оның көзі Аянға қадалды. Суық, ашулы және күтіп тұрғандай. Кемпір Аянды алқаптан сүйреп шығарып көшенің бойына жеткізді. Аян жерге құлап түсті, тынысы үзіліп, денесі дірілдеп жатыр. Көзінен жас тоқтамайды. Рахмет, әже, рахмет, деді ол әрең. Кемпір ауыр күрсінді. Айттым ғой, барма, деп. Аян басын изеді, бірақ сол кезде алыстан жүгер арасынан сыбыр естілді. Біз әлі келеміз. Аянның денесі мұздап кетті. Кемпір баяу ғана айтты. Ол сені жібермеді, тек уақытша босатты. Содан кейін Аян тірі қалды. Бірақ түн сайын ұйықтар алдында аяғы ауырады. Тістелген жері ешқашан жазылмады. Ал кейде терезеден қарап тұрғанда алыста жүгері арасында ұзын шашты ақ көйлекті бір силуэт дәл Аянға қарап тұрғандай көрінеді.